Ойлау жүйесінің түрі көп. Психология оны үшке бөледі: абстракт, логика, тәжірибе. Егер өзіңіздің ойлау жүйеңіз қай түрге жататынын білгіңіз келсе, мұқият болуды тексеретін тесттен өтіп көріңіз. Суретке қараңыз. Үш жігіттің қайсысы бай жігіт деп ойлайсыз? Бірінші нөмірлі жігіт. Егер осы жігітті таңдасаңыз, белдігіндегі айыл басын байқамаған екенсіз. Ол оның мүлде байлыққа қатысы жоқ екенін көрсетеді. Ол беймәлім фирманың белгісі. Бұл фактіні назардан тыс қалдырған адамның миы абстракт ойлау жүйесіне құрылған. Демек, сіз креативті ойлай аласыз. Мәселені шешуде ойға келмеген түйін таба аласыз. Мұндай адамдардың өмірі шығармашылықпен тығыз байланысты болады. Екінші нөмірлі жігіт. Таңдауыңыз екінші нөмірдегі жігітке түссе, тәжірибелік ойлау қабілетіңіз жақсы дамығанын көрсетеді. Алайда дұрыс жауабы бұл емес. Сіз ақшаға жақсы қарайсыз, үнемшіл, табысты кәсіпкер бола аласыз. Әрбір ресурсты орынды қолданып, аяққа тұрып кетуге ішкі ойыңыз көмектеседі. Өте пысық адамсыз. Үшінші нөмірлі жігіт. Сіздің логикаңыз өте жақсы дамыған. Нағыз бай жігітті дәл таптыңыз. Ол сырт көзге қарапайым көрінетін, бірақ бренд киім киген. Сіз аса ұсақ бөлшектерді де назардан тыс қалдырмайсыз. Сізді алдау мүмкін емес. Логикаңыз ең күрделі тапсырмаларды да шешуге жетеді. Адамдарды сыртынан саралай білесіз. Сізден өте жақсы психолог маман шығады. Адамдарға және технологияға қатысты маман иесі бола аласыз. Шетелде оқып, шетелде жұмыс жасап, немесе онда қыдырып барыңыз келе ме? Сізге бұл жағдайда ағылшын тілін білу қажет болады. Егер сіз дәл бүгін бастамасаңыз, ешқашанда бастамауыңыз мүмкін. Сондықтан да мен сізді керемет білім беретін және қолжетімді бағалар ұсынатын Гренадин онлайн мектебінде оқуға шақырамын. Асығыңыздар, небәрі мамыр айында 30 000 теңге төлеп, 3 ай бойы кәсіби білім ала аласыздар. Толық ақпаратты экранда көрсетілген нөмір бойынша алуға болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.